Баршаңызға сәлем. Бүгін біз present simple тақырыбын өтетін боламыз. Present simple дегеніміз қарапайым осы шақ. Егер сөйлемде етістік болмайтын болса, онда біз am, is, are, яғни to be-ді қолданамыз. Мысалы, I am a doctor, the sky is blue. Ал егер де сөйлемде етістік болатын болса, біз онда do, does көмекші етістігін қолданамыз. Бірақ та болымды сөйлем болса, мысалы айтатын болсақ, speak деген етістікті алатын болсақ, мысалға I speak in English. Яғни мен ағылшын тілінде сөйлей аламын. Ал болымсыз сұраулы сөйлем қолданатын болатын болсақ, онда do, does деген көмекші етістіктерді қолданамыз. Қалай болады? Ол кезде көмекші етістік do бізде сөйлемнің басына шығады да, сол кезде do I speak in English болады. Ал егер болымсыз сөйлем болатын болса, онда not дегенді қосамыз. I don't speak in English. Бірақ та do дегеніміз бізде бірінші жақта қолданылады, яғни I, you, we, they. Ал егер де біз үшінші жақта қолданатын болсақ, онда does болады, немесе етістікке s жалғауы жалғанады. Болымды сөйлемдерде етістікке s жалғауы жалғанады, ал сұраулы және болымсыз сөйлемдерге көмекші етістікке кетіп қалады, жаңағы s, яғни does болады да, етістікке ешқандай жалғау жалғанбайды. Мысалы, does he speak in English? He doesn't speak in English. Яғни бізде етістіктегі s жалғауы бізге do деген көмекші етістікке кетіп қалды. Жалпы present simple'ды біз қай кезде қолданамыз? Present simple'ды факттерді айтатын болсақ, сол кезде қолданамыз. Мысалы, жер күнді айналады. The earth goes around the sun. Немесе мен студентпін. I am a student. Немесе мен Қазақстанда тұрамын. Олар жалпы нәрсе ғой, ол өзгермейді ғой. Яғни жалпы сіз Қазақстанда тұрасыз, бұрын тұрдыңыз, қазір тұрсыз, тұрып жатырсыз. Яғни I live in Kazakhstan. Яғни жер күнді айналады, ол айналғаны өзгеріп кетпейді. Біз жалпы фактты айтқан кезде present simple'ды қолданамыз. Келесі бізде жағдай, ол қайталанатын іс-әрекеттер. Яғни мысалы күнде қайталануы мүмкін, ол сағат сайын қайталануы мүмкін, олар жыл сайын қайталануы мүмкін. Мүмкін ол кейде өйтіп қайталанып тұруы мүмкін. Сол кезде біз present simple'да айтатын боламыз. Мысалы, every day I wake up at 7 o'clock. Яғни мен күнде сағат 7-де тұрам. Ол менің әдетім, ол менде күнде қайталанады. Бұлай айтсақ болады. She plays football every Saturday. Яғни ол әрбір сенбі күні ол футбол ойнайды. Мысалға, ол әрбір апта сайын қайталанып тұрған іс-әрекет. Үшінші бізде жағдай, кестедегі жағдай. Мысалы, кесте бойынша, сабақ кестесін айтқан кезде, немесе белгілі бір кесте арқылы самолеттің кестесін айтсақ, немесе поездың кестесін айтсақ, яғни кесте ол тұрақты ғой, сол уақытта ұшатын болса, сол уақытта бір нәрсе басталатын болса, мүмкін концерт басталатын болса, осы кезде біз present simple'ды қолданамыз. Мысалы, the lesson begins in 5 minutes. Яғни, сабақ 5 минутта басталады. Яғни ол кесте бойынша басталып тұр. Жалпы осы present simple осы сәттерде, осы үш жағдайда қолданылады. Сіздерге сабақ түсінікті деген үміттемін. Рахмет, сау болыңыздар.